Сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге ең дәмді және жұмсақ пончикті қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен апарасын дайындап алайық. Ол үшін бізге жылы сүт, шекер және дрожж қажет. Осыларды жақсылап араластырып, қақпағын жауып 5 минутқа тыныштыққа қояйық. Бізде апараның бетінде шапка пайда болуы қажет. Сүтті негізгі 200 мл-дің 50 мл-ін алсаңыз болады. Мінекей, апарамыз дайын болды. Енді қамыр жасауға кірісейік. Ол үшін алдымен табағымызға жұмыртқамызды және шекерімізді салып, жақсылап көпіртіп араластырып аламыз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Алдағы уақытта ең оңай деген рецепттермен бөлісетін боламын. Жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап араластырған соң, жарты шай қасық тұзымызды және қалған жылы сүтімізді құйып жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң осы қоспамызды апараға құйып, хош иіс беру үшін ванилинімізді салып, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезек ұнға келді. Електен өткізілген ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп, ең алдымен қасықпен, қоюланғаннан кейін қол күшімен жақсылап араластырып, қамырымызды шығаратын боламыз. Қамырымыз дайын, 1-1,5 сағатқа жылы жерге қақпағын жауып қойып, көтерілгенше күтеміз. Мінекей 1,5 сағат өтті, бізде қамырымыз көтерілді. Көтерілген қамырымызды екіге бөліп, осылайша оқтаумен жайып аламыз. Содан соң қамырымызға форма беріп бастаймыз. Ең алдымен осылайша дөңгелетіп кесіп аламыз. Содан соң ортасын алып тастайтын боламыз. Барлығы видеода түсінікті етіп көрсетілген. Үйіңізде кішкене қақпақ болса да жарай береді. Сонымен ортасын белгілеп бөліп аламыз. Мінекей, пончиктеріміздің формасы дайын болды. Тағы да 10 минутқа целлофан пакетпен жауып тыныштықта қоямыз және тағы көтерілуі қажет. Содан соң қызып тұрған майға бірінен соң бірін салып, кері аударып, жақсылап қызартып пісіріп аламыз. Осылайша ыстық пончиктерімізді суымай тұрып, құмшекерге екі жағын аунатып аламыз. Мінекей достар, барлық бала сүйіп жейтін пончиктеріміз дайын болды. Өте жұмсақ және дәмді болып шықты. Сіз де жасап көріңіз, баршамызға ас болсын.